Kaula деген сөз талдайтын боламыз. Kaula деген сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Сын есім себебі заттың сынын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара себебі бір түбірден тұр. Жасал жолына қарай туынды себебі л жұрнақ арқылы жасалып тұр. Мағынасына қарай қарттық себебі зат есімі болған сын есім. Шырай, жай шырай. Бүгін біз жасылдау сөзін талдаймыз. Жасылдау қандай деген сұраққа жауап береді? Олай болса, ол бізде сын есім себебі заттың түрін білдіріп тұр. Ол құрамына қарай дара себебі бір түбірден құралған. Жасалу жолына негізгі себебі ары қарай бөлшектеуге келмейді. Мағынасына қарай сапалы сын есім себебі сын есімнің өзінен болған. Салыстырма шырай себебі дау жұрнағы арқылы жасалған. Бүгін біз қара шашты деген сын есімді талдайтын боламыз. Сұрағы қандай? Сын есім себебі заттың түрін білдіріп тұр. Құрамына қарай күрделі себебі екі сөзден құралған. Жасалу жолына қарай туынды себебі екі сөздің тіркесу арқылы жаңа ұғым пайда болған. Мағынасына қарай қатыстық сын есім себебі шаш зат есімнен т жұрнағы арқылы қатыстық сын есім жасалып тұр. Шырай, жай шырай.